Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Мен Макенов Әміржан Өміржанұлы, Қарқаралы қаласы мәдени сауық орталығының зерде жылжымалы мәдени сауық кешенінің меңгерушісі. Біздің Қарқаралы ауданында Ақтерек елді мекенінде орналасқан Ахмет атамыздың қолының табы қалған, әзір алған осы ғимаратқа келіп отырмыз арнайы. Ахмет атамыз өзі ақын, өзі фольклоршы, ағартушы ғалым, қазақ әліпбиін қалыптастырушы, түркітанушы, аудармашы, лингвист, публицист, жалпы ұлт ұстазы. Осы атамыз жайлы жақсы бір сұхбат жүргізбекшіміз. Сет атаның өзіңізді, күн халықпен аты жөніңізді ұштап таныстырып өтсеңіз. Қарқаралы ауданының Ақтерек ауылынан Ахмет Байтұрсынов атындағы нөмір 26 мектеп директор Әбена Сұлтанқызы боламын. Сондықтан енді мынау Ахмет атамыздың бір үлкен ұран болып кеткен бір жақсы сөзі бар ғой. Білімді болуға оқу керек, бай болуға кәсіп керек, ал күшті болуға бірлік керек дейді. Біз енді осы Ахмет атамыздың тіл мерекесі күні қарсаңында Ахмет атамыздың туған күніне арнайы белгіленген осы қыркүйек айының кезінде арнайы сіздерге келіп жатырмыз. Енді біз бүгін осы елді мекенге осы Ахмет атамыздың кезінде білім берген ордасына арнайы осы Қарқаралы қаласынан мәдени сауық орталығы бар, жаңағы мәдениет бөлімі бар, одан бөлек кітапханамыз бар, музейіміз бар, одан бөлек осы Қарқаралы Қарағайлы елді мекені және Егіндібау елді мекенінде орналасқан мәдени сауық орталығынан үлкен бір көріністерді, жаңағы әндерді шырқап, Ахмет туралы кейіннен шыққан әндерді шырқап, үлкен бір жақсы шара өткіздік. Оның бәрімен бірлікте осы Ахмет атамыздың бір ауыз сөзінің өзі қандай керемет. Бүгін енді осыған арнайы келген кезде сізден бірінші сұхбат сұрайық деп жатқанбыз. Енді сізден бірінші сұрақ осы ғимараттың қай жылы салынды, Ахмет атамыз қай жылы сабақ берді, сол туралы қандай мағлұмат бере аласыз, сол туралы бір айтып өтсеңіз. Ағаш үйдің 20 ғасырдың басында салынғаны туралы дерек бар. Дегенмен де ғұлама ғалым Ақжан Машанидың айтуы бойынша 1904-1909 жылдары Ахмет Байтұрсынов көшеде сабақ берген деген дерегіне сүйене отырып, біз сол кезден бері осы жаңағы тарихи орында көптеген шаралар жасалыпты. Мұхаммедқали Баймұхановтың айтуы бойынша осы шипалы сұлу өңірде Ахмет Байтұрсынов 1904 жылдардан бастап сабақ бере бастады деген дерек бар. Мәңгілік ел халықаралық тарихи журналда жазылады. Ахмет Байтұрсынов 1902 жылдан бастап салына бастады, осы салына бастады деген деректер бар. Біз енді осы Ақтерек елді мекенінде Ахмет Байтұрсыновтың дәріс бергені қазіргі таңда тек жаңа Қарқаралы өңіріне ғана емес, барлық қазақ халқына тән тарихи орда деп есептейміз дейді. Тамаша, бұл жердің орналасқан жерде мынау Қарқаралы қаласының жалпы Қарқаралы тауларының ең биік нүктесі Жирен Сақалдың дәл етегінде орналасқан екен. Бұл енді елді мекеннің кезіндегі атауы басқаша болды ғой, шамасы, сол жайлы білесіз. Бидайық деп аталды ғой кезінде. Иә, кезінде Бидайық деп аталды. Бұл жер үлкен жаңағыдай совхоз болған, үлкен ауыл болған, кейіннен 90-шы жылдары тарап осы кішкене ауылға айналды. Ахмет атамыз халықты түзетуде оқу ісін түзету керек деп айтады. Сондықтан мысалы кезіндегі бұл кісілердің үлкен бір ұтымды дүниесі балаларды тәрбиелеп, балаларды оқыта білу, қазақ балаларының жаңағы көкірегін ояту, білімді қылдыру, осы жағынан өте жақсы саясатты қолданған екен. Соны қазіргі уақытта мысалы біздің балаларымызға тура осы кісінің үлгісін алып, қазақтың білімін жоғарылатуға үлкен бір жобаны алуға болады мысалы. Соған енді біздің қазақта қандай мысалы жаңағыдай ұлтқа жаны ашитын қоғам қайраткерлері бар, және де қандай шара қолдану керек, сол жайында бір-екі ауыз айтсаңыз. Ұлттың ұлы ұстазы Ахмет Байтұрсыновтың жасаған қызметі өте үлкен. Біздің мақсатымыз, біздің мектебімізде
жылдан бастап есімі берді. Сол кезден бері бізде Ахмет Байтұрсынұлы туралы материалдар жинақталуда. Мысалы, Алматыдағы Ахмет Байтұрсынов атындағы мұражайдың директоры Райхан Сақбекқызы апай келіп бізге мынау 6 томдық кітаптарды сыйға тартты. Ахметтану курсы жүргізіледі. Міне осы курста біз осы 6 томдық шығармаларды пайдалана отырып, балалардың бойында осы тұлғаға деген құрметін арттыру мақсатында курс жүргізілуде. Енді бұлар Қараөзек Ахмет Байтұрсыновтың жаңағы Қостанайдағы Ақкөл ауылынан Ерахан Қазылұлы ағай келіп, үшіге бізде қолтаңбасын қалдырды. Ақтай Ибрахим атамыз келіп, өзінің жаңағы ол кісінің қолтаңбасын алып бізге кітаптарды сыйға келді. Сонда зиялы қауымдардың бізге үлкен назар аударып келуі бұл жерге біз үшін үлкен бір рухани азық болды деп айтуға болады. Жалпы өзі Ахмет Байтұрсынов өзі айтады ғой, адамдық диқаншысы қырға шықтым, көлі жоқ, көгалы жоқ, қырға шықтым, тұқымын адамдықтың шашқын еттім, көңілін көтеруге құл қалыппын деп, адамдық диқаншысы болып, адамдықтың тұқымын сепкен Ахмет Байтұрсыновтың есімі ол үнемі жаңғыра береді деп есептейміз. Біздің Байтұрсыновтың 100 жылдығында күннен күнге ол кісінің бейнесі жарқырап бара жатқан сияқты көрінеді бізге. Әрленіп келе жатыр дейсіз. Әрленіп келе жатқан сияқты, иә. Кешегіні 12 том кітаптары жарыққа шықты деп жатыр. Маса жинағы менен табылыпты кітабы. Бұл да келешекте Ахмет Байтұрсынов жайында жақсы бір тың деректер шығады деген ойдамыз. Енді мысалы жаңағы бұл кісі балалардың білімін ашу, өзінің саясатының жаңағы қазақ халқына жаңа шығандықтан ғой. Енді қазақтың жаңағы әліпбиін қалыптастырған кісі осы кісі ұлт ұстазы деп айтатынымыз әрине соның да бір үлкен мәртебесі деп ойлаймыз. Енді бұл кісінің жаңағы қудалауы да көп болды. Сол қудалаған кезде біраз материалдары жоғалып кетті, немесе өртеп жіберді деген сияқты қауесет әңгімелер көп мысалы. Сол туралы екі сөз қозғасаңыз. Қазақ мәдениеті деген еңбегі бар екені анықталып отыр қазіргі кезде. Тарихшылардың бәрі зерттеу үстінде, дегенмен де оны жаңағы Ахмет Байтұрсынов қоғында жүрген кезде Әлихан Бөкейхановқа бергенді, ол кісі кейіннен өзі жаңағы қоғынға түскен кезде Петербургтағы Александра деген кісіге ұсынды деген негіз бар. Бұл жаңағы Мәскеуде қазір ол архивке жөнелтілген екен. Қазіргі таңда мысалы сол Қостанай облысының жаңағы Ақкөл ауылының тұрғындары осы олқылықты іздеуде екен кітапты. Кім деректер бар? Сонымен қатар мен жаңа айтпай отырмын, енді біз Ахмет Байтұрсынов атындағы мектеп болғаннан кейін бізде оқушыларымыз осы Ахмет Байтұрсыновның жан-жақты қырынан Ақтөбедегі Ақан мектебі, Ахмет Байтұрсынов және рухани жаңғыру, Ахмет Байтұрсынов қазақ терминологиясын зерттеуші, Ахмет Байтұрсынов қазақ шығармаларындағы рухани көзі деген тақырыпта осындай бірнеше жобалар балалар қорғап, облыстық республикалық деңгейде жобаларға жеңімпаз атанды. Жиында біз енді айтып өтуіміз керек. Ахмет оқулары өте үнемі, мысалы жақында келген жаңағы қоғамдық қордың тарихи қоғамдық қордың жетекшісі Мұстахан апайымыз келіп бізге 20 студентпен келіп жаңағы бізге кітаптар сыйлады. Бұл да біз үшін үлкен рухани балаларымыздың үлкен рухани азық деп айтуға болады. Біз енді осы ауылымызға осындай тарихи ортаға басқа тарихшылардың қызығушылығы жоғары болғаны біз үшін үлкен мәртебе. Түсінікті, енді жақсы, өзі сіздің мектебіңізде қазір Ахметтің өлеңдерін жатқа айтатын балалар бар ма? Ахмет Байтұрсыновтың шығармаларын барлық балалар өлеңдерін жатқа біледі. Біз Ахмет оқуларын сол кезде Кабулдың студенттерінің алдында біз оны орындадық. Сондықтан да мен ойлаймын, Ахмет жаңағы айтып тұрған жобалардың бәрін балалар қорғаған. Осы жеңімпазы атанған оқушыларымыз Мейрамбай Нұргүл жаңағы ғылыми жобада қазақ тілін, Ахмет Байтұрсынов қазақ терминологиясын зерттеуші деген тақырыпта өзінің жобасын қорғап жүлделі орынға ие болды. Аманжолдың Асылы шығармашылығының бірінші дәрежелі дипломға ие болды. Төлеген Балым қазір міне Қақыралдағы Ахмет Байтұрсыновтың ағартушылық жолы деген тақырыпта қорғап жатыр. Жаңа өздеріңіз кіргенде көрдіңіздер, Ахмет Байтұрсыновтың аудармаларын жаңағы қолдан жасады балалар.
Бул да үлкен балалардың жаңағы тұлғаға деген қызығушылығын арттырады деп ойлаймын. Енді қазір айтар едім, Ахмет Байтұрсыновтың барлық шығармаларын балалар жаттап біледі. Біз енді ойлаймыз келешекте Ахмет Байтұрсыновтың мектебінен Ахметтей тұлғалар шықса деген арманымыз бар. Жақсы еңбектеріңіздің жемісін көрдіңіздер. Енді біз осы жақында Қарағанды облысы Сарыарқа телеарнасынан осы Ақтерек елді мекенінің білім ордасынан сіздердің балаларыңыздың жаңағы ұлттың ұлы ұстазы атты тақырыпта өткен жас жараған балаларыңызды көріп қалдық. Документальный фильмді көріп қалдық. Енді сізден келесі тағы бір сұрақ, осы әдемі бір суретті Ахметтің балаларға сабақ беріп отырған сияқты суретін салған кісі жайында айтып өтсеңіз. Бұл суретті Қарқаралының белгілі суретшісі Сәкен Нұрмағамбетұлы салған болатын. Ол кісінің көп жерлерде қазір Қарқаралының тарихи орындарының көп жерінде мүсіндері ол кісінің орнатылған, мүсіндер салған. Сонымен қатар мысалы жақында Қарағандыдағы мектеп гимназия 41-ші мектептің алдында жаңағы тас орнатылды, жазу бар, тас орнатылды. Бұл жерде жаңағы кісінің үлесі бар. Мынау осы Ақтеректе сабақ берген көрінісінен деп есептейміз біз бұны. Өте әсерлі, тамаша салынған, балалар осыны пайдалана отырып жаңағы фильмге түсті. Рахмет Света Құсайынқызы, Ахмет атамыздың 150 жылдығында сіз өзіңізбен сұхбат алғаныңызға біз де қуаныштымыз. Ахмет атамыздың ізі қалған қолының табылған жерде осылай отырудың өзі біздерге үлкен бақыт. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, қазақ елінің ұрпақтарының білімі арта берсін, Ахмет атамыздың арманы орындалсын.